Ассалаумалейкум достар, қалайсыздар? Мен каналыма қош келдіңіздер. Бүгін футболға товар жеріміздің екінші частьта бізбен бірге Айдар, бро, осы бала футболға товар жеріне отыр. Соны пошагово қалай жеріп жатқанымызды көрсетіп жатырмыз. Бірінші частьта біз барып не істедік, брат, бірінші частьта? Жаңа поставщикпен келісіп, визиткасын алып, товарды таңдап, анализ жасап, енді соны закуп жасап, бүгін упаковать етуіміз керек. Біз енді анализ товарды таңдадық. Еще өзінің товары бар. Еще тағы бір товар қосымша сіздерге контент болсын деп тағы да бір товар таңдап, сол товарды бүгін біз не істейміз? Закуп жасаймыз, упаковать етеміз. Упаковать етеміз и дайындап қоямыз. Дайындаймыз. Үшінші часть бізде иншалла не болады? Контент, отправка болады, иншалла. Все, онда біз кеттік, барып закуп жасайық, сосын фуфлингқа барып упаковка жасаймыз. Достар, жалпы видеоны бастамас бұрын мен өзімнің страницам туралы айтқым келіп тұр. Инстаграмдағы мен инстаграм страницамда өте көп пайдалы ақпараттармен бөлісемін. Жалпы осы Wildberries туралы, Wildberries'тен бөлек те заттармен бөлісетін боламын. И сол менің настоящий инстаграмым заблокировать етіліп қалды. Не үшін екені әлі белгісіз, авторский права бір нәрсе деп жатыр. Енді келесі біз екінші страницаны ашсақ, то есть Castful деген астында ссылкада болады. Castful, мен сол жерде барлық контентімді қайтадан сол жерге салып жатырмын. Ол жерде былай айтқанда информация бесплатная. Адамдар даже сол жерден полностью біле алады да, не керек, не возврат товары болсын, басқа товар, басқа нәрсе болсын, көп нәрсе туралы сол жерде жаңа свежий новостьтер шығып отырады. Сол Castfulға кіріп жазылыңыздар. Все, давайте күтеміз. Қазір біз келдік өзіміздің поставщигімізға. Қазір Айдар барып өзінің товарын таңдайды. Сосын закупать етеміз. Закупать етеміз, жүр кеттік кірейік. Кеттік. Ассалаумалейкум, брат. Приятного аппетита, брат. Біз қандай товар алайын деп отырмыз, брат? Кисточка өте көрейін. Анализ жасалын. Көрсете салайық. Мына туры осы товар. Осындайдан қазір біз қанша штук аламыз? Примерно 50. 50 штукты алып, сіздер үшін ғана осыны алып тестировать етіп алып отырмыз. Негізі өздерінің товарлары бар. Оны иншалла тоже процессын көресіздер. Все, айт, сұрасам. 50 керек, брат. 50 надо. Зеленый есть? Там разноцветный, наверное, да? Да. Разноцветный берешь, солой? Хорошо, да. 50 штук, да? Біздің едік қайда кешеге, едік. Сол, короче, бұндай товарлар бар. Ақша берсеш. Майда төзін теңге тұрыш. Қача от? Ақшаны түсіріңдер, ақша. 450, да, брат? 50 штук, брат, договоримся, там оптом будем еще у тебя покупать постоянно и цену давать. На товар, короче, нормально вот этот товар, вот тоже. Почем вот эти? Со складом. Вот это почем? Вот это оптовая цена, так там написано 720. А что так дорого? Вот это тоже, что ли? Вот это по 1000, типа больше. Это 1200. 720? А вот это оптом, если договориться, что будет? Это оптовая цена. 100 штук. Вот это тоже 1000. Это силиконовая ручка. Это 1400. А 100 штук сколько будет? Если там этот цену поставить нормально. Ну, договоритесь, сейчас придет. А он придет, да, сам? Міне енді біз Айдардың складына келдік. Бұның склады өзінің үйі екен.
қаладан біраз алыс екен, біраз қиналып қалдық жолда. Ничего, нормально. Жоқ, қалай, міне біздің мынау кімнің жерінде жатқан, Айдардың өзінің жерінде жатқан, футболға жерінде жатқан товары. Мына жерде бізде қанша коробка бар, брат? 200-ге жуық. 200 коробка товар жерінде жатыр. Енді бұл товар ода конфиденциальный деді. То есть өзінің былай айтқанда еңбектеніп тауып жатқан, осы карточкадан түсіп жатқан товары оны көрсетуге істемеді, бірақ бұл товар примерно 200 штук желейін деп жатыр. То есть бұл жерде примерно 200 коробка бар. 200 коробка ол деген бізде 8 палета. 8 палета деген ол жарты фура ғой, былай айтқанда. Енді, брат, осы товар туралы айтып өтсең кішкене, қаншалықты бұған заказ түседі? Күнделікті қанша заказ түседі? И маржинальность қанша? Бұл товар, жаңа бірінші айтқандай, конфиденциально. Бұның примерно өз бағасы 3000 теңгеде, себестоимость примерно 3,5 теңге айналады. Біз оны примерно бір 14 теңге сатамыз. Және де Қалайсыңдар ғой? бір күніне примерно минимум дегеніңізде бір 20 заказ түседі. Күніне минимум 20 заказ, и максимум болған заказ қанша? Максимум 48 деге болды. 48 деймін, плюс-минус 50, иә? 50 заказда, енді просто пайдасын да, просто мына жерде санап көрейік, мына жерде цифрлармен. Просто бір товардан 8000 теңге қалды деші. Саған шығыным бар, логистикаң бар, анауың бар, мынауың бар. 8000 теңге бір товардан таза пайда қалды. И күнделікті средний алғанда 30 заказ деп ойла. Сонда сенің таза пайдан 240 бір күн деп тұр ғой. Енді возврат, анау мынау. Плюс-минус 200 мың. Мен өзім жалғыз емесем, партнерім бар, команда бар. Қолмен алғанда сондай болды. 200 мың теңге дады, менен көп табады, ема де. Енді адамның бір жерде ризық мәселесі бар, несібесі бар адамның. Еңбек етті, мыналарды күнделікті апару, бір товар, бір коробка. Ойлаш, енді күнделікті 30 товарды упаковать етіп жіберу оңай емес болды. Оңай емес ол. Бір газель алғаннан газелін көрсетсеңіздер болады. Газель бар. Газельмен күнде, сендер ма газельмен алып келетін заказдар күнделікті складқа газельмен, ФБСпен товарларды газельмен. Басында алып келесің уже жайлап. Адам аласың, команда жинайсың. Қазір қанша адам жасап отырсыңдар упаковканы? Упаковканы 4 адам ба? 4 адам упаковка жасап үлгеріп отырсыңдар ма? Күнделікті жақсы үлгеріп отырсыңдар ма? И пупырчатый пленкаға орайсыңдар, как положено, потом сыртная коробка. Полный как положено. Коробка жасайсыңдар. А отзыв жағы қалай мәселесі? Отзыв жағда, отзыв нормаль. 5 жұлдыз көбінесе болады. Бізде средний рейтинг қазір 4 болып тұр ғой. Средний рейтинг 4. Просто доставкасы ФБСпен кішкене ұзақ болғаннан кейін рейтингті түсіріп тастайды, бір деп, иә? Бізде чисто органический жаңа не ғой? Органический отзывтар ма? Чисто. Иә, ол деген в принципе күшті. Енді қазір біздің мақсатымыз дәл осы товарларды алып упаковать ету, және біздің өзіміздің сіздер үшін таңдап алған товарымыз бар, кисточкалар ана жерде жатыр, соларды қазір упаковать етіп, баркодтарын жасап, поставка создавать етіп, Қазақстанның, то есть Нұрсұлтанның складына, то есть салып жүр. Және тағы бір жаңалық, Нұрсұлтандағы склад бізде футбол болды, то есть енді сіздер Россияның складтарына футболға жібере алмайсыздар. Футбол бізде Нұрсұлтан болды, сондықтан біз тек қана Нұрсұлтанға жібере аламыз. Пока что сондай болып тұр. Енді біз қазір товарларды Нұрсұлтанға жібереміз. Сол жерден иншалла біз былай айтқанда бұл карточканы топқа шығаратын боламыз. Доставкасы тез болғаннан. Все, онда кеттік. Бірінші дело бізге қазір поставка создавать етіп, не істеу керек? Упаковка жасаймыз ғой. Штрих-кодтарын, баркод, как положено. Вот соны. Все, онда кеттік. Бізге енді бірінші баркод жасау керек. Баркодты біз наименование, артикул, цвет, размер және поставщиктің атын баркодқа енгізіп, сол баркодты шығарып, каждый товарға надежный упаковка жасап жіберу керек. Жаңбыр жауып отыр ма? Дай, для примера мынаны ала берейін. Міне, бір коды. Бағана кисточканың несі бұл? Баркода. Копируем. На артикулын тоже копировать теміз. Раза болып кеткен қалай етті? Белый. Название товара кисточка. И таста. Белгілеген кезде біз термоэтикетка деп белгілейміз. И осы жерден біз положение текста по центру
и получить наклейки деп басамыз. Очеден бізге баркодты былай айтқанда шығарып береді. Енді қазір біздің баркод шықты. Енді бұл баркодты біз шығару үшін онда біздің X принтеріміз бар. Осы принтермен біз қазір әр штук товарға әр түрлі баркодтарды істейміз. Түсіріп алсам болады ма? Міне біз дәл осы шығарып алдық. Біздің бағанаға баркодымыз осы жерде осы штрих-код арқылы бізде пробивация етіп ФБО-ның складына барады. И осымен бізде количество саналады. Количествомен ар жақта складтағы адамдар осы количествомен осы баркод арқылы есептеп алады каждый товардың количествосын. Енді кеттік. Міне қазір мына баркодты Айдарға берем. Бізге Айдар қалай қазір упаковка жасап, баркодты қалай жабыстырғанын көрсететін болады. Міне. Вот міне Айдар, мына осыған. Қазір мына товардың біз ішіне және сыртына баркод жабыстырамыз. Ішіне бір баркод жабысты. Енді қазір сыртына жабысады. Пышақты бересіз, а? Астында тұр. Надежная упаковка ол ең маңызды мәселенің бірі. Қазір өзін байыз көрсетеміз. Не үшін ең маңызды деп отырмыз, өйткені ар жаққа барғанда бұл товарды бір тексеріп алады ғой. Сол кезде лақтырады, бүйтеді, сөйтеді, сол үшін упаковка дұрыс болмаса товар зақымданады. Былай енді баркод жабысып жүр сыртына. Сыртына бір баркод жабысады. То есть міне бізде товардың упаковкасы дайын. Бізде бұл ішіне және сыртына упаковка жабыстырылды. Осылай мына жерде тұрған бүкіл товарды упаковка жасайтын боламыз, иншалла. Все. Алланың нұры жауып тұр. Дұға етіп, иншалла біздің жіберіп жатқан товарларымыз аман есен өзіміздің ФБО складына жетіп, енді бұл жерде нормальный сумма товар кетіп баратыр. Дәл осылай барлық товарды упаковка жасап, біз қазір пура заказ беріп, соны салып жібереміз иншалла. Логистический компанияны береміз. Логистический компанияны сізге несін біз ең арзан жолмен жеткізетін логистический компанияның контактыларын қалдырып кетеміз. Сол кісілермен ФБО-ға складқа жіберсеңіздер болады. Иншалла тағы да бізде 3-4 частьтер шығатын болады. Сол кезде, если сіздерге видео ұнап жатса, комментарий, видео, лайк басып өтіңіздер. Иншалла, бізден болғандарыңызға рахмет. Давай, брат. Все, давайте. От души, бро.